Кел жастар, достық әнін шырқайық. Осындай атаумен Абай Құнанбаев атындағы Саран жоғарғы гуманитарлық техникалық колледжінде тәуелсіздік күніне арналған ұлттар мәдениетінің 9-шы облыстық студенттік фестивалі өтті. Дәстүрлі шара биыл онлайн форматта ұйымдастырылды. Шараға аймақтың 26 колледждің өкілдері қатысты. Қашықтықтан қосылған білім ордаларының шығармашылық ұжымдары өз өнерлерін ортаға салды. Ынтымағы жарасқан қазақ жерінде тату-тәтті өмір сүріп жатқан 100-ден аса ұлт өкілдерінің мәдениетін, ұлттық өнерлерін паш етті. Облыстағы колледж студенттерінің басын біріктіріп ұлтаралық келісімді насихаттауға үндейтін дәстүрлі шара елдегі ахуалға байланысты биыл онлайн форматта өтті. Фестиваль мақсаты студенттік ортада ұлтаралық мәдениетті, этносаралық келісім мен қоғамдағы толеранттылықты нығайту. Жылда осы фестивальға қатысып, өзіміздің бағымызды сынап, ұйымдастыру жағынан да осылай жастар болып көмек беріп тұрамыз. Ал біздің оқу орнымыз осы вокал айтуда, яғни ән айту бойынша бүгінгі фестивальға өздерінің бақтарын сынайтын болады. Фестивальдің өтуіне Қарағанды облысы білім беруді дамытудың оқу әдістемелігі орталығы, Видергебурт неміс мәдени орталығы және Жас отау этномәдени қоғамдық бірлестігі қолдау көрсетті. Фестивальде белсенділік көрсеткен барлық қатысушыларға оқу әдістемелік орталығы сертификаттар табыс етілді. Азамат Серхан, Ернұр Жомарт, Аман Хамид, Сарыарқа телеарнасы.